Ақтөбеде грек-рим еркін күрес және әйелдер күресінен Қазақстан кубогы үшін жарыс өтіп жатыр. Әлем және Олимпиада чемпионы Жақсылық Үшкемпіровтің жеңісіне 35 жыл толуына орай ұйымдастырылған жарысқа 14 облыстың палуандары қатысуда. Доданың ашылу салтанатына даңқты палуанның өзі де келді. 35 жыл бұрын Мәскеу төрінде Олимпиада ойындарының алтынын таққан Үшкемпіров бүгінде жастарға үлгі. Даңқты палуанның жолын қуып, жеңісін қайталасам дейтіндер көп. Сол жеңістің 35 жылдығына арналған жарысқа еліміздің әр өңірінен 100-ден астам палуан келді. Жарыстың ашылу салтанатында Жақсылық Үшкемпіровке темір тұлпардың кілті табыс етілді. Олимпиада чемпионы өзінің спорттық киімін ақтөбелік жас палуан Мейрамбек Айнағұловқа сыйға тартты. Сонан соң боз кілемде белдесу басталды. Жарыстың алғашқы күні грек-рим күресінен ерлер сынға түсті. Бірінші орын оңтүстік Қазақстан облысынан жеңіске жетті. Екінші орын Ақтөбе облысы және де үшінші орын Қарағанды облысы палуандар жеңіске жетті. Екінші күні әйелдер күресі басталды. 20 жастағы ақтөбелік палуан Гүлбақыт бұл спортқа 11 жасында келген. Жігері мықты палуан қыз талай жарыста бағын сынапты. Ел чемпионатында спорт шебері атағын қорғап шыққан. Ендігі арманы әлемдік сайыстарға қатысу. Бүгінгі жарысқа жан-жақтан жиналған палуандардың дайындығы мықты дейді ол. Бүгінгі жарыс өте жоғары дәрежеде, безендірулер де әдемі. Бүгінгі жарыстың көптеген мықты командалар келді. Сбор дейді ғой, сол дайындықты өттік. Өте жоғары дәрежеде ол дайындығымыз. Осы жарыста озық шыққан палуандар халықаралық әлемдік жарыстарға іріктеледі. Олимпиада ойындарына жолдама алатын мықтылар анықталады. Жарыс қарашаның 8 күні қорытындыланады. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе 24 КЗ.